Илья Жансүгіровтің өнер тақырыбына жазылған көрнекті поэмасының бірі «Құлагер». Қазақ халқының әйгілі өнерпазы, ардагер ұлы ақан серінің өміріне арнады. Ақан сері 19 ғасырдағы қазақ елінің рухани мәдениетінің тарихынан елеулі орын алатын белгілі өнер қайраткері. Ол дарынды композитор, ақын, әнші, әдеби музыкалық әншілік еңбектері жайлы көптеген ғылыми зерттеулер бар. Сол еңбектердің бәрінде де ақан серінің асқан өнерпаздағы халықтың рухани азығы болған. Тамаша поэтикалық, музыкалық шығармалар бергені айрықша атап көрсетіледі. Поэмадағы әр көрініс, әр оқиға өз орнында ақынның құдіреті шеберлігімен олардың бәрі табиғи бірігіп, үлкен бір жарқыраған тұтас мүсігіне айналып кеткен. Бұл поэманың сюжетін, композициясын құрудағы ақынның үлкен ұсталығын байқатса керек. Ақын бас кейіпкер өмірін бейнелегенде, поэма жанрының шеңберінен аспай, осы жанрдың адам образын мүсіндеудегі көркемдік мүмкіншілігін белгілі дәрежеде ұтымды пайдаланғанын көреміз. Ол ең алдымен оқушы қауымды ақан серімен біраз таныстырып өтеді. «Құлагер» — это преподнесенная в стихотворной форме повесть о великом казахском певце Ахане Сере. Печальный рассказ о гибели его любимого коня Құлагера. Он был убит во время бойни по велению злого завистника, понимавшего, что его рысак по кличке Серый Ястреб никогда не обойдет известного во всей степи огненного скакуна Құлагера. Эта поэма – одно из выдающихся произведений казахской литературы, где судьба поэта и певца Ахана перекликается с судьбой самого Ильяса Жансүгірова. Лебединые песни Ильяса, предсмертным криком его души, предостережением на все предыдущие времена назвала его творение дочь поэта Ильфа Ильясовна Жансүгірова Жандасовна. В подтверждении ее слов ее высказывается в предсловии издатель книги поэт и публицист Бахыжан Канапьянов. Эта передовая часть общества, пишет он, в буквальном смысле взяла на себя весь груз ответственности за будущее своего народа в разных сферах. Спасибо за внимание. До свидания.